Жалпы өзі қазір қарап отырсаңыз, мысалы, басылым көп қой. Қазір өзі кейде қалжыңға салып айтсақ, жұмыртқа басуда да оңай болып кетті қазір газет шығару деген. Ал енді 90-шы жылдары ана тілі өмірге келді. Бұл шын мәнінде қазақ баспасөзінде болған, қазақ руханиятында болған үлкен сенсациялық жағдай еді. Енді газет шығару деген ол үлкен саясат қой, үлкен идеология. Сондықтан ана тілінің өзі бәсі биік басылым. Бұл былайша айтқанда өзі елдің тілеуінен, халықтың тілеуінен бір толғағынан туғандай болып көрінеді маған. Өйткені бұл бағыттағы проблемалар талай жылдар әбден қордаланған. Ал енді ана тілі басылымы, бұл шынын айту керек, өзгеше басылым болды. Бұның бірден тираж шарықтады. Олай болатын себебі Жарылқап Бейсенбаев біздің ұстазымыз, үлкен реформатор, редактор қолға алды бұл басылымды. Сонымен қатар бұл басылымның мықты болған себебі бұл ұлттық баспасөздің элитасын жинады, солардың басын біріктірді. Мысалы, кешегі бүгінгі мына Бақыт Сарбалаев ағамыз, Марат Қабанбаев, Жұматай Сабыржанов, бүгінгі Байбота Қошымды ноғайлар. Құдай қайсы бірін айтасың енді, бірін айтсаң бір еске түспеуі мүмкін. Сондықтан міне осындай Ертай Айғалиев, мысалы, керемет макетчик, дизайнер. Осындай Төлеген Ильяшева, суретші, тағы мен газетім өскендерін айтып отырмын. Міне осындай үлкен қазақ баспасөзінің элитасының арқасында ана тілі елдік халықтық басылымға айналды. Сондықтан енді әр жылдарда осы ана тілінің өзінің, әрине әр редактордың өзінің қолтаңбасы бар. Бірақ дегенмен ана тілінің әу бастағы ұстанған идеясы, әу бастағы бағыты барлығы біздің ұстанған принципіміз болды, бағытымыз болды деуге болады. Одан кейінгі редакторлардың барлығы да өзінің қолтаңбасын көрсетті, өзінің жаңашылдығымен газеттің мазмұнын байытты деуге болады. Бірақ әркім өзінің, әр редактордың тұсында ана тілі әрқалай өзінің ерекшелігіне ие болды. Сондықтан бізде сол менде 2021-2023 жылдары 2 жылға тақау басқардым. Енді сол жаңағы ұстанған бағытымыз сол, осы ұлттық құндылықтар. Бұл ана тілі басылымының бір айрықша бір артықшылығы, бұл басылымда тақырыптарды үлкен ауқымды көтеруге болады, жан-жақты көтеруге болады. Ұлттық мәселе көп қой, мысалы тіл, дін, ұлттық құндылықтар құлдырап бара жатқан осылардың барлығын көтеруде ана тілінің еңбегі зор. Сондықтан қазіргі мына ұлттық баспасөзде бұл шынын айту керек, өз бағытын алғанда, өзінің алға қойған мақсат мұратын айтқанда, бұл басылымның аналығы жоқ. Сондықтан мынау үлкен мерейтой құтты болсын. Ана тілі жасай беру керек. Бұл газеттен ақшаны да, ақылды да аямау керек үкімет. Бұл ұлтқа ең керек басылым, ұлттың сөзін сөйлейтін басылым, ұлттың байрағына айналған басылым. Сондықтан сол байрағы туы желбірей берсін басылым.